Білгенге маржан, бас киімдер және оның әшекейлері. Жыға, дулығаның артынан қаптап қоятын зат. Бас киімнің артқы жиегі. Жыға сөзі о баста түріктерге парсы тілінен енген. Бас киімге қадайтын құс, қауырсыны немесе әшекей дегенді білдіреді. Қазақ тілінде жыға үш түрлі мағынада жұмсалған. Бірінші, құс, қауырсыны. Екінші, алтынды асыл тасты бас киім әшекейі. Үшінші, бас киімінің өзі. Оны бойжеткен қыздар, келіншектер, күйеу жігіттер, батырлар, хан сұлтандар тағып, киіп жүрген. Жырға. Бірінші, асыл тас моншақтар тізіп, көп салпын шақ етіп жасаған әйелдердің сәнді бас киімі, сәукеленің бір түрі. Екінші, ертедегі қазақ әйелдерінің бас киімі әшекейі. Дәлірек айтқанда, жырға сәукеленің бергектік, кейде сырғаның төгілме моншақтары, сәнді салпыншақ шұбыртпасы. Зере, өзі ұзын, іші қуыс, сәукелемен бірге киетін бас киім. Ертеде бір қабат киім сыртынан киетін сауыт та зере деп аталыпты. Көз отаға. Көбінде ер адамның бас киіміне қадайтын меруерт асыл тас. Оны ертеде көбіне лауазым төстекті адамдар таққан көрінеді. Қасаба. Үшкірлеу төбесіне бір шоқ қауырсын қадап, маңдай тұсын түгелдей асыл тас, алтын, күміс әшекейлермен безеп, оң жақ самай тұсына 5-6 қатардан ілмелі моншақ күміс қоңыраушалар байлап, ұзын салпыншақты етіп жасаған қыз тақиясының бір түрі. Қолазы. Сал серілер бөрікке қадайтын үкі қауырсынның ораған әшекей. Маңдайша. Сәукеленің маңдайына тағатын асыл тасты күміс әшекей. Сәукеле. Келін боп түскенде қалыңдықтың ұзатылу тойында киілетін қымбат бағалы, көп әшекейлі өте ертеден келе жатқан бас киім. Оның биіктігі шамамен 1,5-2 қарыстай болады. Сәукеленің негізін жұқа ақ киізден сырып тігеді де, сыртын қызыл шұғамен тыстап, қымбат бағалы аң терісінен әдіптейді. Алтын, күміс, әшекейлер, моншақтар тағады. Жоғары қарай жіңішкере түскен төбесіне үкі қадап, тірсекке түсетін асыл тасты оқалы лента тігіп, біргегіне бетті көлегейлейтін желек бекітеді. Мұндай сәукелеге ертеде қалың малдан тыс төлем төлеген. Сәукеленің сырғасы. Салпыншағы мол, өзі ұзын да ауыр болғандықтан тек салтанатты кездерде байлайтын сырға. Тал моншақ. Тақияға сырт киімге бірнеше қатар етіп тағылатын моншақ түрі. Тана. Дөңгелек формалы асық тасты күмістен не таза күмістің өзінен жасалған түйме тәрізді зат. Ол кейде тана көз деп аталады. Қыздардың тақиясына, бөркіне, омырауға, жағаға да тағыла береді. Төбелдірек. Сәукеленің төбесіндегі таш сияқты әшекей бергек.